Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүз көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бізде бірінші тапсырмада 45 пен 23-ке қосып, және оның қалай орындалғанын түсіндір дейді. Бірінші 45-тің құрамын жазайық, ол 40 пен 5, 23-тің құрамы 20 мен 3. 40 пен 20-ны қоссақ 60 шығады, 5 пен 3-ті қоссақ 8 шығады. 60-қа 8-ді қоссақ 68 шығады. Азайту амалы 68-ден 23-ті азайт дейді. 68-дің құрамы 60 пен 8, 23-тің құрамы 20 мен 3. 60-тан 20-ны азайтамыз, 40 шығады, 8-ден 3-ті азайтамыз, 5 шығады. 40-қа 5-ті қоссақ, 45 шығады. Келесі осы мысалға ұқсастырып, бізге тапсырмалар берілген екен, соларды орындайық. Тапсырмасында 53-ке 36-ны қос дейді. Ол үшін бірінші 53-тің құрамын жазамыз. 53-тің құрамы 50 мен 3. 36-ның құрамы 30 бен 6. 50-ге 30-ды қосамыз, 80 шығады. 3-ке 6-ны қосамыз, 9 шығады. Енді 80-ге 9-ды қосақ, 89 шығады. Келесі 42-ке 36-ны қос дейді. 42-ке 36-ны қосу үшін, міне 42-ның құрамы 40 пен 2, 34-тің құрамы 30 бен 4. 40-қа 30-ды қосамыз, 70 шығады. 2-ге 4-ті қосамыз, 6 шығады. 70-ге 6-ны қоссақ, 76 шығады. Азайту амалында 89-дан 36-ны азайтамыз. 89-ның құрамы 80 мен 9, 36-ның құрамы 30 бен 6. 80-нен 30-ды азайтамыз, 50 шығады. 9-дан 6-ны азайтамыз, 3 шығады. 50-ге 3-ті қоссақ, 53 шығады. 76-дан 34-ті азайтамыз. 76-ның құрамы 70 бен 6, 34-тің құрамы 30 бен 4. 70-тен 30-ды азайтамыз, 40 шығады. 4-тен 6-ны азайтамыз, 6-тан 4-ті азайтамыз, 2 шығады. 40-қа 2-ні қоссақ, 42 шығады. Екінші тапсырмаға келейік. Екінші тапсырмада бізде сандар берілген, сол сан бойынша, құрамы берілген, құрам бойынша сан табуымыз керек. 20 мен 5 дейді, құрамы бойынша, енді сан табатын болсақ, ол 25 екен. 60 пен 3 құрамды сан қанша, ол бізде 63. 25-ке 63-ті қоссақ, 88 шығады екен. 58 бен 16-ның 50 мен 8 құрамы болса, 58 берілген сан. 10 мен 6 құрамы болса, 16 ол ізденімді сан екен. 58-ден 16-ны азайтсақ, 42 шығады екен. Үшінші есеп, өрнек құр деп айтқан екен, 50 мен 3-тің қосындысына 22-ні қосу дейді. 50 қосылған 3, қосылған 22. 50-ге 20-ны қосамыз, 70 шығады. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 шығады. 70-ге 5-ті қосақ, 75 шығады. 90-нан дейді, x пен 9-ның қосындысын азайт дейді. 90 азайтылған, x қосылған 9 деп жазамыз. X пен 20-ның айырмасына дейді, 30-ды қос дейді. Міне бұл бізде үшінші есеп еді. Төртінші есепке келейік. Төртінші есепте тура теңсіздікті теріп жаз дейді. 53-ке 42-ні қос, және оны тексер дейді. 53-ке 42-ні қосайық. 53-тің құрамы 50 мен 3, 42-ның құрамы 40 пен 2. 50-ге 40-ті қосамыз, 90 шығады. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 шығады, 95 шығады. Енді 95, 96-дан кіші дейді. Ол бізде көрсетілді. Келесі, 95-тен 53-ті азайт дейді. 95-тен 53-ті азайтсақ, 12 болады екен. 95-тен 53-ті азайтсақ, 42 болады екен, міне. 90-нан 50-ді азайтамыз, 40 шығады, 5-тен 3-ті азайтамыз, 2 шығады. 40-қа 2-ні қоссақ, 42 шығады. 42 12-ден артық, ол бізде дұрыс екен. Дұрыс деп қояйық. Келесі үшінші есеп. 65-тен 13-ті азайтайық. 60-тан 10-ды азайтамыз, 50 шығады, 5-тен 3-ті азайтамыз, 2 шығады. 50-ге 2-ні қоссам, 52 шығады. 52 артық 52-ден дейді. Ол бізде дұрыс емес екен. Келесі бізде келесі амал бізде келесі есеп 78-ден 65-ті азайт дейді.
78-ден 65-ті азайтатын болсақ, 70-тен 60-ты азайтамыз, 10 шығады, 8-ден 5-ті азайтамыз, 3 шығады. 10-ға 3-ті қоссақ, 13 шығады. 15 13-тен артық дейді. Ол бізде дұрыс екен.